Қарашаның 15 күні тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығында жаңа көрме ашылды. Бұл ұлттық валюта күніне арналған. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі орталыққа 48 ұлттық валютаның жаңа үлгілерін сыйға тартқан болатын. Орталықта алғашқы ұлттық валюта үлгілері қойылған болатын. Қазір жаңа үлгілермен толықты. 15 қараша 2017 жылы біздің орталық үшін тағы да бір тарихи оқиға желісі ашылды деп айтуға болады. Себебі бүгінгі мерекеге байланысты Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің бізге сыйға тартқан, орталығымызға сыйға тартқан 48 номиналды ұлттық валютамыздың үлгілері берілген болатында, сол 48 номиналды үлгілерден мінекей бүгін шағын көрме ашып отырмыз. Жалпы біздің орталығымызда 1993 жылға өзіміздің ұлттық алғашқы деңгейлеріміз бартындай экспонаттарымызда, қорымызда. Енді қуанышты жағдай 1996 жылдан 2016 жылға соңғы 10 мың теңгелікке дейінгі жаңа үлгілерін алып, яғни өзіміздің қорымызға сақтап енгізіп отырмыз. Республика президентінің тапсырмасымен 1992 жылдан Лондон қаласында төл валютаны құру туралы топ құрылып жұмыс істеген болатын. Осылайша 1993 жылдың 15 қарашасында алғашқы ұлттық валютамыз айналымға шығады. Бүгінгі күнде жыл сайын қарашаның 15-і төл теңгеміздің туылған күні ретінде аталып келеді. Төл теңгеміз еліміздің мақтанышы. Тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығының тәуелсіздік залында ұлттық валюта тарихын баяндайтын арнайы бұрыш та бар. Бұл әрине номиналдардың болуы біздің орталық үшін өте сондай қолайлы деп айтуға болады. Себебі бізге қаншама келушілер келеді. Сол келушілерді өзіміздің ұлттық мақтанышымыз ғой, бұл теңге деген. Соның барлық үлгілері біздің орталықта болуы, бұл біздің үлкен жетістігіміз деп айтып өтуге болады. Төл теңгеміздің туылған күні орталық қызметкерлері келушілерге жаңа бір көрмені ұсынды. Олар ұлттық валютамыздың айналымға шығу тарихынан бастап тәуелсіздік жылдары жаңадан шыққан ұлттық банкноттардың жаңа үлгілерін көрсетті. Бұл орталыққа келушілерге жасалған жақсы бір сый болып отыр. Ал әр елдің валютасы оның экономикалық қозғаушы күші болып табылады.